Ассаламағалейкум. Екпұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне кешкі жемдерін беріп жатырмын. Не жем бересің, қандай жем, қандай мөлшерде деген кісілерге осы видеоны түсіріп жатырмын. Арпа, кебек, жүгері, бидай төртеуі. Бидайдан 15 кг, жүгеріден 15 кг, кебек 10 кг, арпа 50 кг. 50% арпа, қалғаны жүгері, кебек, бидай. Соларды араластырып, таңертең 3 кг, кешке 3 кг-нан саламыз. Алдында тұрады жем осылай. Түнгі сағат 12-1-ге дейін болмаса таң атқанша жеп бітіреді. Қалған жемдерін өздерінің тәбеті тартқаны бойынша жейді. Не алдында тұр. Қазір жегілері келмей тұр. Аздан кейін жейтін болады. Ал енді мұналар 2,5 кг-нан жейді. Мұна 5-еуі. Таңертең 2,5 кг, кешке 2,5 кг. Мұналардың барлығы таңертең 3 кг-нан, кешке 3 кг жейді. Осылай мұналар жеп жатыр. Мыналар өздері тұр, мынау алдында тұр жемі. Негізі жем алдында тұру керек екен. Өзі жеген кезде, жегісі келген кезде жейді. Жегісі келмесе жемейді. Мысалы жайылымда да сол малдар жазда жайылым шұрайлы болса жақсы семіреді. Сол сияқты алдында жем шөбі көбірек болса тез семіруіне пайдасы бар деп ойлаймын. Және бұны қолданып жүрген кісілердің тәжірибесі. Екеуі жемін сіңіріп жатыр, сүзісіп. Қазір жейтін болады. Мұналар да сүзісіп тұр. Әр қазақ бай қуатты болсын, әр қазақ бай болсын, дамыңыздар, байыңыздар, мал шаруашылығымен айналысыңыздар. Осылай асықпай, өз еркімен жейді жемді. Бір жарты сағаттан кейін үстінен азасы шөп сап кететін боламыз жоңышқа. Мыналар біраз жеп болғаннан кейін және жарты түк жоңышқаны салғамыз жемнің алдында. Қазір жемнен кейін бір жарты сағат болмаса 1 сағаттан кейін осы қалғанын бөліп сала салатын боламыз. Жемдері жатыр осылай. Өзінің тәбеті тартқан кезде жейді. Енді көп кісілер малдары жемей қалса 24 сағат ашықтырады екен. Мен енді олай ашықтырып көрмедім. Ондай енді жемнен бірақ тоқтап қалса, алдына жем салсаң да жемейді. Негізінен
Ондай кейін кезде қайталанған жоқ. Жемді жегісі келмей қалса шөп жеп тұрады, болмаса су ішіп тұра береді. Ал енді су мен шөп жеп тұрса, жемнен қайтқанға тән емес. Қоларыңыз жемді кішкене бір нәрсені жей бергеннен кейін жемді де жегісі келмей қалатын кездер болады. Сол үшін аса қорқып кетудің керегі жоқ. Жемей қойса да алдында жемін тұру керек. Өзі ішіндегі жемді қорытып, сосын қалғанына салып тастаған жеміңізді жейтін болады. Енді көп кісілер сұрап жатады, жемді құрғақ беру мен сулап берудің қандай айырмашылығы бар деп. Енді мен өз ойым, екеуінің кішкене айырмашылығы енді қатты бір керемет емес шығар деп ойлаймын енді. Ал енді сулап бергенде жақсы, тез жейді малыңыз. Енді қалыптан артық бере алмайсыз ол кезде. Жаздың күндері жем асып қалатын болса, сасып, малыңыздың асқазанын ауыртып аласыз. Сол үшін жазда құрғақ берген жақсы деп ойлаймын. Және өзім сол үшін құрғақ беремін. Алдында жем постоянно жататын болғандығы үшін құрғақ беріледі. Лайк басып кетіңіздер, және пікір қалдырып кетіңіздер. Ақыл кеңестеріңіз болса жаза кетіңіздер. Кешкі жем беру барысын түсіріп, сіздермен бөлісіп жатырмын. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Каналымыздың дамуына үлес қосып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.